Қыпшақтардың деректерде аталуы. Шығыс деректерінде қыпшақтар деп аталды. Ал Русьте половецтер немесе половшылар деп аталды. Европада командар немесе құмандар деп аталды. Қыпшақ мемлекетінің құрылуы. 8-11 ғасырларда қыпшақтар Қимақ мемлекетінің құрамында болды. Ал 11 ғасырдың басында Қимақ қағанаты құлағаннан кейін сол мемлекеттің орнында Қыпшақ хандығы құрылды. Ал 11 ғасырдың ортасында күшейіп алған қыпшақтар оғыздарды Сырдария және Каспий теңізі маңынан ығыстырды. 11 ғасырда қыпшақтар Жетісуды қоса алғанда бүкіл Қазақстан жеріне үстемдік етті. Дешті Қыпшақ даласы 11 ғасырдан бастап мұсылман деректерінде Алтайдан бастап Дунайға дейінгі жер Дешті Қыпшақ деп аталды. Дешті Қыпшақ екі бірлестікке бөлінді. Біріншісі батыс бірлестік. Оның аумағы Дунайдан бастап Еділге дейінгі аумақты қамтыды. Осы батыс бірлестіктегі ең жоғарғы әулет Тоқсоба әулеті құрады. Екінші бірлестіктің аты Шығыс Қыпшақ бірлестігі. Оның аумағы Еділден бастап Алтайға дейінгі жерді қамтыды. Бұл бірлестікте ел бөрлі руынан шыққан хандар қыпшақтарды басқарды. Енді біз қыпшақтардың жер аумағын карта бойынша қарастырып өтейік. Мына алдарында картаны көріп отырсыңдар. Сары түспен берілген бұл Қыпшақ хандығының жер аумағы. Біз мана айтқан болатынбыз, Дешті Қыпшақ даласы мына Алтайдан бастап шығысты Дунайға дейінгі жерді қамтыған болатын. Өз кезегінде екі кезеңге бөлінді. Біріншісі батыс Қыпшақтар бірлестігі, екіншісі шығыс Қыпшақтар бірлестігіне бөлінді. Екеуінің арасындағы шекара, яғни Еділ өзені арқылы өтті. Міне біз батыста Еділ өзенінен бастап Дунайға дейінгі жерді батыс Қыпшақ бірлестігі деп атасақ, мына Еділден бастап шығысқа қарай Алтайға дейінгі ұлан-ғайыр жердің барлығы да бұл шығыс Қыпшақ даласы деп аталды. Қыпшақ мемлекеті құрылуының басты себептері қандай? Ең бірінші себебі Оғыз мемлекеті мен соғыстар. Оғыздар Сырдария, батыс Қазақстан жерлер мекендеді. Осы жерлер үшін қыпшақтар Оғыз мемлекетімен соғысып 11 ғасырдың басында талқандады. Екінші себебі Салжұқ, Хорезм, Қарахан мемлекеттерімен күрес. Қазақтың жерінде өмір сүрген мемлекеттер осы үш жақты күреске ұшырады. Осы мемлекеттермен күресу үшін мықты мемлекетті одақ керек болды. Соны Қыпшақ мемлекет құрылғаннан кейін жүзеге асырды. Үшінші себеп сыртқы қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Күшті мемлекет болу үшін Қазақстан жерінде ортақ бір бірыңғай мемлекет құрылу керек болды. Оны қыпшақтар жүзеге асырды. Қыпшақтардың қоғамдық құрылымы қандай болды? Қыпшақтар өз кезегінде екі қанатқа бөлінді. Біріншісі оң қанат, ол батыста орналасты. Оның астанасы Сарайшық қаласы болды. Сарайшық қаласы Жайық өзенінің бойында орналасты. Екінші қанаттың аты сол қанат, ол шығыс жақта орналасты. Ордасы Сығанақ қаласы болды. Орналасқан жері Сырдария өзенінің бойы. 8 ғасырда қыпшақтар этнос ретінде орталық және шығыс Қазақстан аумағында қалыптасты. Ал 11-13 ғасырларда Евразияның бүкіл аймағы Дешті Қыпшақ деп атала бастады. Қыпшақтардың көршілермен саяси қарым-қатынасы қандай болды? 11-12 ғасырларда қыпшақтар Сырдария бойында қалалар Жент, Янгикент және Маңғыстау жеріндегі қыпшақтар осы аймақтарға үстемдік етті. Ғалым Махмуд Қашқаридың дерегі бойынша Қыпшақ ақсүйектері Қарахан билеушілермен күрделі қарым-қатынаста болды. Әсіресе 12 ғасырдың екінші жартысында Хорезм мемлекеті осы Қыпшақ ақсүйектермен жақындаса бастады. Себебі олар қыпшақтардың арасында ислам дін тарату үшін жақындасты. 13 ғасырдың басында қыпшақтар мен хорезмдіктер Сырдария өзені үшін өзара күресті. Екі мемлекеттің арасында күресті
13 ғасырдың басында моңғолдардың шабуылы тоқтатты, яғни моңғолдар Қыпшақ хандығын басып алды және Хорезм мемлекетін басып алды. Қыпшақтар туралы деректер. Ғалым Плано Карпини: Қыпшақтар түйе, ірі қара, қой, ешкі, жылқыға өте бай, бүкіл әлемде бұндай байлық ешкімде жоқ деп, Қыпшақтардың мал шаруашылығы туралы осында дерек береді. Ғалым Ибн Хордадбек өзінің «Жолдар мен аймақтар» атты кітабында Қыпшақтардың 16 қаласы болғандығы туралы мысалдар келтіреді. Ибн Баттута: бұл далада арбамен ғана жүреді, ол 6 айлық жолға созылады деп, Қыпшақтардың жер аумағының өте үлкен болғандығын сипаттайды.